Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біз қайта оралдық достар. Алдымен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бұл шығарылым осы аптаның соңында болатын UFC Fight Night-қа арналмақ. UFC Fight Night-тағы басты main event бұл әйелдер арасында 115 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Дәл осы салмақта нөмірі 6 орында тұрған бразилиялық жауынгер Маккензи Дербмен оның қарсыласы нөмірі 8 орында тұрған Аманда Рибас арасында өтетін керемет кездесу. Co-main event ерлер арасында 170 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. UFC-дің ардагер жауынгерлерінің бірі, UFC-дің испан тіліндегі комментаторларының бірі аргентиналық Сантьяго Понзинибио мен оның қарсыласы Шавкат Рахмоновтың UFC-дағы 3-ші кездесуінде қарсыласы атанған гаяналық Карлстон Харрис арасында өтетін өте керемет кездесу достар. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Classic. We are back. Достар, бұл шығарылым барысында біз бас аяғы 5 кездесуге тоқталатын боламыз. Және де ең алғашқы кездесу достар, ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Яғни 70 кг салмаққа дейінгі осыған дейін 2 жыл бойы өнер көрсетпеген тәжікстандық Нурулло Алиев пен оның қарсыласы американдық Джо Солекки арасында өтетін керемет кездесу. Атап өтейік достар, Джо Солекки бұл кездесуді өте қысқа мерзімде қабылдап отыр. Өйткені Нурулло Алиевтің бұрынғы қарсыласы Янал Ашмуздың жарақат алуына байланысты Джо Солекки кездесу басталуына небәрі бір апта қалған кезде Янал Ашмуздың орнын алмастыруға дайын екендігін мәлімдеген болатын. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Нурулло Алиевті анық фаворит ретінде көріп отыр. Нурулло Алиевтің жалпы ground and pound грэплинг, сонымен қатар күрес стилінің өте жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Ал Джо Солеккидің жалпы джиу-джитсу стилінің өте жоғары екендігін, сонымен қатар бокс стилінің өте керемет екендігін атап өтейік достар. Менің ойымша да бұл кездесуде Нурулло Алиев фаворит болуы тиіс. Менің ойымша Нурулло Алиев Джо Солеккиді 3 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен кемінде сабмишнмен жеңуі тиіс деп есептеймін достар. My country, 10 million people, first fighter UFC, Tajikistan. Look back now, 22 year, 25 hour my fly, 93% country, my country mountain. I'm 22, 10 million people, first fight UFC. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында тағы бір 70 кг салмақта өтетін қос ардагер арасында кездесу. Бразилиялық Тиаго Мойзес пен оның қарсыласы американдық Трей Огден арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік бразилиялық Тиаго Мойзесті фаворит ретінде көріп отыр. Тиаго Мойзестің жалпы әрбір бразилиялыққа тән бразилиялық джиу-джитсудың өте жоғары екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің бокс стилінің жоғары екендігін атап өткім келеді. Ал Трей Огденнің жалпы нокауттық және техникалық нокауттық күші бар екендігін атап өтейік достар. Жалпы бұл кездесуде мен де сарапшылардың пікіріне қосыла отырып, Тиаго Мойзес Трей Огденді сабмишнмен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін достар. Declaring the winner by TKO, Thiago Moises. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 185 фунт салмаққа дейін, яғни 84 кг салмаққа дейінгі өтетін өте керемет кездесу. Бұрынғы топ 15-ке кірген жауынгер американдық Крис Кертис пен дәл осы топ 15-ке кіруге мүмкіндік алып отырған ресейлік Роман Копылов арасында өтетін өте керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Роман Копыловты фаворит ретінде көріп отыр. Менің ойымша бұл кездесуде Крис Кертис Роман Копыловты нокаутпен болмаса техникалық нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Біз білетіндей Крис Кертистің жалпы күрес стилі мен бокс стилінің өте жоғары екендігін білеміз. Және де Роман Копыловтың да жалпы бокс стиліндегі нокаут сонымен қатар техникалық нокауттық күшінің өте зор екендігін білеміз достар. Бұл кездесуге байланысты мен өзімнің YouTube каналымда сауалнама жүргізген болатын, және де оқырмандардың көбісі дерлік бұл кездесуде сарапшылардың пікіріне қосыла отырып, Роман Копыловты анық фаворит ретінде көріп отыр достар. Can't allow him to get off like this. Big right hand. Down for Curtis now. Huge. So it appears for a second. The action man, Chris Curtis, stops Joaquin Buckley. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC Fight Night-та Co-main event. Ерлер арасында 170 фунт салмаққа дейінгі қос ардагердің кездесуі. Аргентиналық Сантьяго Понзинибио мен оның қарсыласы гаяналық Карлстон Харрис арасында өтетін керемет кездесу.
Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Сантьяго Пандинибиоға бүйрегі бұрып отыр. Менің ойымша да бұл кездесуде Сантьяго Пандинибио Карлстон Харристі техникалық нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Өйткені Сантьяго Пандинибионың жалпы гүрзі жұрықты жауынгер екенін атап өтуіміз керек. Ал Карлстон Харристің да жалпы алыстан жүріп соққы бағыттау арқылы қарсыластарын жеңіп жүргенін білеміз. Бірақ та менің ойымша бұл кездесуде Сантьяго Пандинибионың күшінің зор екендігін ескере отырып, Карлстон Харристі жоғарыда атап өткенде нокаут болмаса техникалық нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Declaring the winner by TKO, Santiago Argentine Dagger Ponzinibbio. Одан кейін біздің тоқталатын кездесу осы UFC Fight Night-тағы main event, яғни әйелдер арасында 52 кг салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Нөмір 6 орында тұрған UFC жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналған жауынгерлердің бірі бразилиялық Маккензи Дерн мен оның қарсыласы нөмірі 8 орында тұрған тағы бір бразилиялық ару Аманда Рибас арасында өтетін қарымта кездесу, достар. Достар, 2019 жылғы болған бұл жауынгерлердің бірінші кездесуінде Аманда Рибас Маккензи Дернді төрешілердің шешімімен жеңген болатын. Бұл жолғы кездесуде сарапшылардың пікірі бойынша Аманда Рибас қайтадан фаворит болып отыр. Қос жауынгердің соңғы кездесулеріне тоқталатын болсақ, біз білетіндей Маккензи Дерн өткен жылы тамыз айында өткен UFC Сауд Арабиясындағы Fight Night-та Лупи Годинесті жеңген болатын. Ал Аманда Рибас өзінің соңғы кездесуінде 52 кг салмаққа дейінгі қыздар арасындағы 2 мәрте чемпион болған американдық Роуз Намаюнсқа өзінің соңғы кездесуінде жеңілгенін білеміз, достар. Маккензи Дерннің джиу-джитсуның өте жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Сонымен қатар бұл қыздың грэпплинг стилінде өте керемет екенін атап өтейік, достар. Ал Аманда Рибастың бокс стилімен, джиу-джитсу стилімен, сонымен қатар муай-тай стиліндегі ұрыс жүргізу стилі өте керемет екендігін де атап өтейік, достар. Менің ойымша бұл кездесуде Маккензи Дерн Аманда Рибасты төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Official weight 115.5. Достар, аталған кездесулерге байланысты өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. UFC Vegas 101 болмаса жай ғана UFC Fight Night-ты жіберіп алмайық, достар. Қош сау болыңыздар. Келесі UFC 311 турнирінде жолыққанша.